Көп адам оңтүстік Кореяда мектеп өмірін дорамалардағыдай көңілді, достыққа толы деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде ол әлемдегі ең қатаң және қысымға толы оқу жүйелерінің бірі. Сабақ таңғы 8-де басталып, кешке дейін созылады. Содан кейін оқушылар қосымша кахвон сабақтарына барады. Көпшілігі түн ортасына дейін үйге оралмайды. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанымыз арнасы. Біз бүгін оңтүстік Корея туралы сұмдық мәліметтер айтатын боламыз. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кет. Біз онда бастаймыз. Сұлтанымыз, ютубер красавчик. Неге қыздар қысқа юбка киеді? Бұл ел ішінде талқыланатын үлкен сұрақ. Ресми түрде форма дизайны сән үшін жасалған дейді. Бірақ кейбір зерттеулер мен куәгерлердің сөзінше, бұрын мектеп әкімшіліктегі юбка сұмдығын әдейі қысқартып отырған. Кейбір оқушылар бұған қарсы болып, астына леггинс киеді. Бірақ бұл үшін мұғалімдерден ескерту алады. Қара кабинет аңызы. Сеулдің шетінде орналасқан бір лицейде ескі қолданылмайтын кабинет бар. Аңыз бойынша бірнеше жыл бұрын сол бөлмеде бір қыз емтихан кезінде кенеттен құлап көз жұмған. Сол күннен бастап түнгі кезекші күзетшілер кейде сол кабинет шамының өздігінен жанып тұрған көреді. Біреулер түнде терезеден ішке қараса, партаның үстіндегі отырған ақ көйлектің қызды көргенін айтады. Кореяда жоғары оқу орнына түсу үшін ұлттық емтихан тапсыру керек. Бұл күн елде өлі тыныштық күні деп аталады. Ұшақтар ұшпайды, жолдар босайды, полиция емтиханға кешігіп бара жатқан оқушыларды арнайы көлікпен жеткізеді. Бірақ осы қысым көптеген жасөспірімдерін күйзеліске ұшыратады. Елдегі жас өспірімдер арасындағы суицид көрсеткіші әлемдегі ең жоғарылардың бірі. Ежелгі дәуір. Корея түбегі ежелгі уақытта 3 патшалықтан тұрды. Когуре, Бекче, Силла. 5 ғасырда Силла патшалығы түбекті біріктіргенімен, бұл бірлік ұзаққа созылмады. Ел бірнеше рет Қытайдың және Жапонияның ықпалына түсті. Жапония 35 жыл бойы отар ретінде басқарды. Бұл жылдары Корей тіліне тыйым салынып, мәдениет жойыла бастады. Мыңдаған адам ауыр жұмысқа, кейбірі әскери тәжірибелерге мәжбүр болды. Корея соғысы. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Корея екіге бөлінді. Солтүстік және оңтүстік. 1950 жыл басталған соғыс 3 жылға созылды. Миллиондаған адам қаза болды. Ел қирап кедейшілік жайлады. 1960-1970 жылдары генерал Пак Чон Хи билікке келіп, қатал тәртіп орнатты. Оның саясаты арқасында Корея жылдам индустрияланды. Samsung, LG сияқты компаниялар мемлекет қолдауымен дамыды. 90 жылдары Корея экономикасы Азия айдаһар деңгейіне көтерілді. Бүгінде оңтүстік Корея әлемдегі ең жылдам интернетке ие. Орташа өмір сүру ұзақтығы 83 жас. Әлемдік мәдениетке K-pop және дорамалар арқылы ықпал етеді. Солтүстік Корея туралы мәліметтер. Жақында Солтүстік Корея өздерінің сағаттық белдеуін, қалыпты пхеньяндық уақытын орнатты. 15 тамыздан бастап елде пхеньянды уақыт қабылданған. Дәл осындай уақыт жапондар басқарғанға дейін Корей түбегінде болған екен. Билікке Ким Чен Ын келгелі бері елден сыртқа шығу қиындаған. Мәселен, Қытайға жету үшін $8,000 төлеу керек болды. Жыл сайынғы Ким Чен Ын Ира үшін кететін шығын әрбір тұрғынның орташа жыл сайынғы табысын 800 арттырды. Әкесі Ким Чен Ын жыл сайын Хеннесси коньяк үшін $1,2 миллион қаражат жұмсаған. Халықтың жылдық орташа табысы $1000-2000 арасын құрайды. Корей соғысына дейін туған әрбір солтүстік Корей оңтүстік Корейлерден 2 дюйма төмен. Өйткені 6 миллион солтүстік Корей тамаққа мұқтаж, ал әрбір 3-ші бала мүшкіл жағдайда. Бұл мемлекет халқын 100% сауатты деп есептейді. Елде шаш үлгісін 28 түрі ғана рұқсат етіледі. Тұрмысқа шықпаған қыздар тек қысқа шашпен жүреді, ал жалғыз басты әйелдер ұзын не бұйра шашпен жүреді. Ер адамдарға шашын 5 см-ден артық өсіруге рұқсат жоқ. Одан егде азаматтарға 7 см дейін өсіруге болады екен. Билл Гейтстің капиталы Солтүстік Корея елінің жалпы ішкі өнімінен 5 есе артық. Билл Гейтстің нақты активтер құны $79,5 миллиард құрайды. Егер Корея елінің астанасы ақш қаласы болғанда, ол халық саны жағынан 4-ші орында тұра еді. Пхеньян қаласының халқы саны 2,843 миллионды құрайды. 2010 жылы әлем чемпионаты кезінде солтүстік корейлер Бразилияға гол соққан еді. Алайда 2-1 есебімен жеңіліп қалды.
Жер көлемі жөнінде Солтүстік Корея Пхеньян штатымен пара-пара. Аумағы 119,883 шаршы километр, ал Солтүстік Корея аумағы 120,538 километр. Алайда бұл ел жердің 7%-ын ғана қолданады. Корея Халық Демократиялық Республикасында жолдың 2,83% төменнен қапталған. Солтүстік Корея елінің 25,554 км құрайтын жолының тек 124 км асфальт төселген. Корея елінің жолы Меркурийдің 1,5 рет айналып шығуға жетеді. Ал асфальтты жолдар Нью-Йорк пен Кливлендке дейін ғана жетеді.